Сәлем достар, менің есімім Нұржаубаева Анель. Мен жыныстық проблемаларды шешетін сексолог тренермін, және де бұл сыр білім парақшасы. Егер де сізде төсек қатынас туралы сұрақтар болса, пайдалы ақпарат іздегіңіз келсе, міндетті түрде менің Instagram парақшамы тіркеліңіз. Сол жерде мен күнделікті пайдалы ақпаратпен бөлсем, осы видео астына сілтемесін кіріп тіркеліңіз. Бүгінгі тақырып бұл көптен бері еркектер көбінесе сұрайтын сұрақ. Еркектің спермасы әйелдерге маңызды ма, әлде зиян ба? Көп мен мән бермедім, бірақ шынымен де еркектің спермасы жайында өте көп сұрақтар, пікірталас, қаншалықты вообще зиян емес. Сол үшін өз пікірмен сексолог ретінде бөлісейін. Ең бірінші, сперма жайында айта кетейін. Әрине еркектің спермасы, шәуеті шыққанда бұл ең бірінші бұл еркектің денсаулық көрсеткіші. Оның иісі, оның түсі, әрине өзінің иісі, өзінің түсі бар. Оның өзгеруі қаншалықты еркектің денсаулығы. Егер де оның түсі сарғыштау, қызылғыштау, это все равно бірдеме дұрыс емес деген сөз. Оның дәмі, оның иісі ащы болса да, бұл да сразу көріну керек, инфекция болсын, не болсын, то есть оны қадағалау керек. Бұл еркектерге және де әйелдерге бір өте маңызды ақпарат. Әйелдерге мен көп айтам, өзіңіздің сұйықтығыңызды бақылап көріңіз, қаншалықты густой бола ма, керісінше андай жидкий бола ма, иіс сары бола ма, қоңыр бола ма, иісі қандай, оған көп мән беру керек. Себебі бұл сіздің жыныс денсаулығыңыздың көрсеткіші. Енді былай айтайық, егер де мысалға екі жұп, ерлі-зайыптылар, еркектің спермасы нормальный, как положено, определенный иісі бар, определенный бір дәмі бар, бірақ нормаға сай. Егер де әйел адамға бітіргенде, әйел адамға қаншалықты зиян? Қынапқа бітіре ме, денеге бітіре ме, ауызға бітіре ме, разный түрлері болады. Әрине бітірудің жолдары былай айтайық. Егер де сізде сперма мысалы түрде көбінесе, допустим, ішке бітірген кезде, әрине денсаулық тарапынан ешқандай бәрі норма болса, әйелде де еркекте де ешқандай зияны жоқ, и әсері нейтральный, яғни зиян да емес, маңызды, и бір пайдасы да жоқ, то есть нейтральны. Әрине сіз психологиялық тұрғыда ләззат аласыз, екеуіңізде де психологиялық тұрғыда ішке бітіру әйелге де еркекке де өте үлкен бір ләззат сыйлайды. Это ішке бітірген кезде. Енді жүктілікті біз айтпай қояйық, это и так понятно енді. Менің ойымша и так понятно. Это біріншісі. Екінші бұл денеге бітірген. Кеудеге бітіресіз бе, ішке бітіресіз бе, аяққа бітіресіз бе, в общем, не важно, бетке бітіресіз бе, не важно. Мына жерде енді сперманың әрине бір осындай пікір бар, естіген шығарсыңдар, бұл әйелдің терісіне, кожасына бір жақсы эффект береді, то есть омолаживающий, ағартатын, анау-мынау деген бар. Пікірлер бар, әрине мен қолдаймын, әрине бір түйіні бар. Бірақ оны прям тек сонымен ғана жасап көруге болады, бірақ мен косметолог емеспін, әрине, сол үшін тек осыны қолдан кремдер керек емес деп айта алмаймын. Жасап көріңіз, бітірсе қарап көріңіз. Сперманың мынандай нәрсесі бар, ол жылы болады, сосын құрақ болғанда оның уже эффект болмайды. Эффект именно жылы енді бітірген кезде. Так что бақылап көріңіз, жуынғаннан кейін қаншалықты сіздің теріңіз жайнап кете ме, в общем, әжімдер кете ме сияқты көріңіз. Енді ол чисто көру үшін оның бір нақты дерегі факт не деп айта алмаймын. Мүмкін сіздің күйеуіңізге де, өзіңізге де бір күшті әсер тигізеді, психологиялық тұрғыда, вау, күшті, өзіңізді жағып, маска жасап, мүмкін бір-біріңізге ұнайды, и қарым-қатынасыңыз одан әрі күшейеді. Ол да болуы мүмкін, сол үшін қарап көріңіз, сексолог ретінде айтатыным осы. Үшіншісі, бұл ауызға бітіргенде, егер де жұтса, қаншалықты зиян или пайдалы. Негізінен мына жерде де нақты андай жоқ. Мен күліп айтам негізінен,
менің инстаграм дайректке жиі сұрайды, типа ауызға бітіріп әйел адам жұтса не болады. Мен айтамын, ол енді это белок деймін ғой, енді витамин іше бер деймін. Енді это как бы и прикол, и бір жағынан мәні бар. Әрине, сперма это белок, чистый белок, оны сіз литрмен ішпейсіз, понятное дело, да. Опять-таки, айта кетейін, егер де сіздің күйіңізге де, сізге де бір психологиялық бір ләззат аламын, да, бір-біріне бір жақындасу үшін ішсеңіз де болады, да, оның еш зияны жоқ. Ол сіз оны ішіп алып, потом бірнеше кері әсері, анау шығады деген жоқ, да. Оны ішсеңіз де, ішпесеңіз де ешқандай и пайдасы, и зияны жоқ. Это белок, да, белок шынымен де, әрине пайдасы бар, но оны сіз литрмен ішпейсіз, кішкене ішесіз, так что бір үлкен бір әсері болады деп мен айта алмаймын, да. Так что оның да осындай. Бірақ та мына жерде әйел жағынан қаншалықты ол дайын, себебі көптеген әйелдер оған дайын емес болуы мүмкін. Сол үшін түсіндіру керек. Әрине, сіз еркек басымен сіз өзіңіздің тамағыңызды ретсеңіз, шылым шегетін болса да еркектер, ол да әсер етеді, да, сперманың сапасына. Осындай бір спортпен, да, осындай сіз дұрыс тамақ жеп, сондайды қолдансаңыз, әрине түсі де, дәмі де жақсы болады. И әйелдерге айтатыным, бұл сіздің күйеуіңіз, бұл сіздің бір жақын адамыңыз, ол таза болса, дұрыс тамақ жесе, дұрыс спортпен шұғылданса, иісі өзінің специфический, бірақ прям құсатын бір жеркенішті иіс болмаса, онда, в принципе, баса беріңіз, да, егер де сіздің қарым-қатынасыңыз одан әрі күшейсе. Окей? Так что мына жерде айтатыным, әрине шешім өзіңізде, ешқандай зиян жоқ, егер де бәрі таза. Егер де сізде бәрі бір инфекция, бірдеме болмаса, какой-то бір ыңғайсыздық, да, именно иісінен міндетті түрде алдымен қаралып алыңыз, да, дәрігерге, уролог, да, маманына, и, в общем, көріңіз, қаншалықты сіздің тамағыңыз бәрі әсер етеді. То есть это уже медицина тұрғыда. Окей, достар? Осы видео сізге ұнады деп мен ойлаймын. Тағы да осы видео одан әрі ашам десеңіз, пікір қалдырыңыз, сұрақтарыңыз болса, лайк басыңыз, және де менің осы YouTube парақшама тіркеліп, колокольчикті басыңыз. Ал одан да қосымша күнделікті пайдалы ақпаратты алғыңыз келсе, менің Instagram парақшама тіркеліңіз, және де сол жерде пікір қалдырып белсенді болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.